Bismillahirrahmanirrahim. Сұрақ: қателік, күнәлар қалай кешіріледі? Жаратқан иеміз Аллах Тағала қасиетті Құран-ы Кәрімде Астағизу биллах, я айюхаллазина аману тубу илаллахи таубатан насуха. Садақаллаху азим. Ей иман еткен пенделерім, жаратқан иелерінен қателік, күнәларың үшін шынайы түрде кешірім сұраңдар деген. Пенденің бәрі, адамзаттың бәрі қателесуші, күнәһар болып есептеледі. Пайғамбарымыз Мұхаммед алейхиссалату вассалам күллу бани адамил хатта хайрул хаттаина ат-тауабин, адамзаттың бәрі қателесуші, күнәһар дейді. Ал сол қателесіп күнә істеушілердің ең хайырлысы істегеннен Алладан шынайы кешірім сұрап өкінгендер дейді. Қазақтың дана ақыны Абай Құнанбайұлы: бойымдағы мінге қарасам, таудағы тастан аз емес, жүрегіме үңілсем, ине дейін таза емес, алып аршып тастайтын апандағы саз емес, бәрі болды өзімнен, Алланың салған наз емес деген. Шәкәрім Қажы болса: күнәміз тіршілікте қараспандай, тау менен заңғардағы таласқандай, жаратқан иман берсін жүректерге, және пәк иман нұр жарасқандай деген. Әлбәтте адам баласы қателесуші, күнәміз басымыздан асуда. Екі дүниенің мырзасы Алланың сүйікті құлы Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассалам: я айюханнас дейді, ей пенделер дейді, тубу вастағфируллаха, Алладан шынайы түрде кешірім сұрап тәубе келіңдер. Фа инни атубу фил йауми миата марра, мен Алладан күніне 100 рет кешірім сұраймын деген. Адамзаттың асылы Алланың сүйікті құлы күніне 100 рет кешірім сұраса, біз ғариб пенделері үмбет ретінде Аллах субхану ва тағаладан одан да көп кешірім сұрап тәубе келуіміз керек. Аллах субхану ва тағала баршамызды бұл фәни тіршілікте тәубе етушілерден болуымызды нәсіп етсін. Ва ахири дa'вана анил хамдулиллахи раббил аламин.